Томирис институттың 4-ші қабатынан құлап кетті. Қазір реанимацияда жатыр. Жағдайы өте ауыр. Осы сөздерді естігенде Жанна Ахметованың өмірі мәңгілікке күл-талқан болды. Суық хабарды жеткізген оның Мәскеуде оқитын қызы Томиристің курстасы еді. Жанна бірден Мәскеуге ұшты. Ол ұшақтан түсіп телефонын қосқанда, жаңалықтардың барлығында қазақстандық студент Томирис Байсафа Мәскеулік институттың 4-ші қабатынан құлап қалды деген жаңалық бүкіл пабликтерде болды. Томирис Байсафа Мәскеудің ең беделді оқу орны МГИМОның 4-ші курсында оқып жатқан болатын. Жанна бірден Склифосовский ауруханасына келді. Шоктық реанимация бөлімінде жатқан Томирис анасын көрген кезде оған әлсіз ғана қолын бұлғады. Анасы оны еркелетіп Томпи деп атайтын. Томпи, саған не болды деп сұрағанымен алған жарақаттарының ауырлығына байланысты ол сөйлей алмай жатты. Жарақаттардан жағдайы одан да ауыр болып кетпес үшін дәрігерлер Томиристі жасанды кома жағдайына ауыстырды. Сол себепті тергеушілер де қыздан ештеңе сұрап үлгермеді. Жаннаның қасына қызының жігіті Муртазали Меджитов келді. Ол Томирис терезеден құлағанда екеуі бірге болғанын айтты. Екеуміз ұрсып жатқанбыз. Томпи ашуланып терезеден секіріп кетті деді. Жанна қызының өздігінен 4-ші этаждан секіргеніне сенген жоқ. Себебі Томпи өз-өзіне қол жұмсайтын қыз емес. Оның болашаққа деген үлкен жоспарлары болған. Бірақ Жаннаның қазір ол туралы ойлайтын қауқары да жоқ. Қазір ең маңыздысы Томпи көзін ашса болды. Ол кезде Жанна қызының атын ақтап алу үшін кейін 4 жыл бойы ресейлік жүйемен жалғыз өзі күресетінін сезген жоқ болатын. Томирис Байсафа терезеден өзі секірді ме, әлде оны итеріп жіберді ме? Осы сұрақтың жауабы қалай табылғанын, 4 жыл бойғы күрестің қалай өткенін басынан бастап баяндайын. Ал сіз каналыма тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыз. Томирис Байсафа Мәскеуге Астана қаласынан келген студент. Ол Ресейдегі ең беделді оқу орны МГИМОның ең қиын факультеті халықаралық экономикалық қатынастар бөліміне түскен. Нәзік, қуыршақтай ғана сүйкімді қыз экономикалық теория, математика, қаржы, статистика, банк ісі сынды ауыр бағдарламаны еш қиындықсыз кілең 5-ке оқып жатты. 2018 жылы Томирис 4-ші курс студенті болатын. Дипломдық жұмысын жазып болып, көйлегіне лайық туфли қарастырып, институтты аяқтау кешіне дайындалып жүрген кезі. Оның болашаққа жоспарлары көп. Келесі жылы магистратураға түсіп, жұмысқа тұрып, өз бетінше ақша тауып, аяғынан тік тұрғысы келеді. Томиристің 2 жылдан бері кездесіп жүрген Муртазали деген жігіті бар. Ол Махачкаладан келген дагестандық студент. Муртазали оқуға Томиристен 1 жыл бұрын түскен. 1-ші жылы ол эгеден үздік нәтиже көрсетіп грантқа түскен. эгеде, яғни біздіңше ұбт, математикадан 98 балл, орыс тілінен 95, ағылшын тілінен 92 балл алған. Осындай жоғары балдар алғанымен 1-ші семестр басталысымен ол сабағын оқи алмай, экономикалық информатика сабағынан 3 рет құлап, сызықтық алгебра пәнінен сүрінді. 2-ші семестрда оқу үлгерімінің төмендігі үшін оқудан шығарылды. Бірақ Меджидов еш қиналмастан келесі оқу жылында дәл сол факультетке қайтадан оқуға түседі. Тек бұл жолы ақылы түрде оқиды. Сөйтіп Меджидов күзде сабаққа келгенде Томирис оқитын топқа түседі. Меджидовтың әкесі Мұхтар Меджидов ірі кәсіпкер әрі саясаткер. Ол 2013 жылы Дагестан Республикасының премьер-министр қызметін атқарған ықпалды тұлға. Олардың отбасында 6 бала бар. Муртазали әкесінің ең сүйікті ерке ұлы. Әкесі оған Мәскеудің қақ ортасы Фрунзенская жағалауынан пәтер алып беріп, астына қымбат джип мінгізген.
Меджидов әкесінен айына 100 000 рубль ақша алып отырады. Ол жылдары 1 рубльдің құны шамамен 5 теңге болды. Яғни студент жігіт айына 500 000 теңге ақша алып отырған. Бірақ бұл ақша оған аздық ететіндіктен ата-анасы ай сайын тағы 30-50 000 рубль, яғни 250 000 теңгедей үстемелеп салып тұратын. Себебі ол қыздарға қымбат сыйлықтар жасап, мейрамханаларда достарының барлығы үшін ақша төлеп, өзін жомарт етіп көрсеткенді жақсы көретін. Мұртазали 2-ші курстан бастап Томириске көңіл бөле бастайды. Себебі Томпи сабағын 5-ке оқитын, өте тәртіпті, сымбатты әрі сәнқой қыз еді. Меджидов Томиристің соңынан қалмай артынан жүгіре бастады. Оған үлкен гүл шоқтарын сыйлап, ерекше ілтипат пен әдемілеп қамқорлық көрсетті. Ақыры өзінің шынайы сезімімен Томиристің жүрегін жаулап алды. Топ-томпақ, сабақ оқымайтын бұзық Мұртазалиді Томпи аяп, оны жөнге салғысы келді. Сөйтіп екеуі 3-ші курстан бастап қыз бен жігіт ретінде кездесе бастайды. Бұл қарым-қатынас Мұртазали үшін нағыз құтқару белдігі болды. Себебі Томпи оны үнемі сүйреп жүретін. Сабағына көмектеседі, жігіттің ағылшын тілін жақсартты, тіпті оның орнына курстық жұмыстарын жазып береді. Томиристің арқасында Мұртазали сабақтан қалмайтын болып, академиялық рейтинг өсті. Мұртазали өте қызғаншақ, тез ашуланғыш еді. Ол Томпиға көп талап қоятын, бірақ өзі қызының талаптарын орындағысы келмейді. Мен жігітпін, маған бәрін істеуге болады, ал сен қызсың, саған ештеңе болмайды. Томирис терезеден құлаған сәтте тергеушілер екеуінің де телефондарын алып тексеріс жүргізген. Сонда жазылған хаттарға қарап, барлығы кейін Мұртазалидің тиран болғанын аңғарған. Мұртазали Томириске: егер мен сендердің топтарыңа келмегенде, сен қазір бір қазақпен жүрер едің. Саған мен бірден ұнадым ғой, шыныңды айтшы. Саған бұрын жігіттер көп қырындаушы ма еді? Томирис: 10-шы сыныптан бері ұлдар маған жазады, бірақ маған жігіттер ешқашан ұнаған емес. Мұртазали: Томпи, естіп тұрсың ба? Сен ешқандай жігітке жолаушы болма. Томирис: жоласам не істейсің? Өлтіресің бе? Мұртазали: жоқ, одан да қорқыныштысын жасаймын. Сенімен сөйлесуді тоқтатамын. Екеуінің арасында лаулап жанған сезім гүл жармай жатып уға айналған. Мұртазали Томиристі біресе керемет жақсы көріп, аспанға көтерсе, біресе оған суық болып, керек қылмай әбден шаршатады. 2017 жылдың ақпан айында Томирис қысқы каникулға шығып, үйіне Қазақстанға ұшып келді. Сол кезде анасы қызының бойында бір өзгеріс бар екенін, көңіл күйі құлазып жүргенін байқайды. Сырласып көрген кезде бойжеткен осы махаббатынан шаршағанын, жігітімен енді жүргісі келмейтінін айтқан. Анасы Томиристі бірден қолдады. Өйткені Мұртазалидің қылықтары оған басынан ұнамаған еді. Кейін Жанна сол кезде Томириске дагестандық жігіттер тек өздерінің қыздарына үйленеді, ол жігітпен араласпа деп батырып айтпағанына қатты өкінген. Каникул аяқталып, Мәскеуге қайта оралған соң, Мұртазали Томиристі қайтадан өзіне баурап, есін шығарып, олардың қарым-қатынастары ары қарай жалғасады. Томирис пен Мұртазали екі әлемнің адамдары еді. Қыз сабақты жақсы оқитын, нәзік, тәрбиелі, жігіт еш тәртіпке бағынбайтын, адамдардың төбесімен жүріп өтетін дөрекі, байдың ерке баласы. Томпи домбырада ойнаса, ол приставка ойнайды. Үнемі спайс шегіп жүреді. Томпи неге оны таңдады, неге одан кете алмады? Томпидің мұндай дөрекі адамды таңдауының тамыры өзінің отбасылық моделінде жатыр еді. Томиристің әкесі сондай адам болған. Анасы Жанна кейін өзінің тұрмыстық тиранияны қалай бастан кешкенін баяндап интервью берген еді. Интервьюінде ол сол кездегі өмірі туралы былай деп баяндаған: менің бұрынғы күйеуім нағыз тиран болды. Мені үнемі ұрып соғатын. Жұмысқа көзімнің көгергенін жасырып, көзілдірікпен баратынмын. Қатты соққаны сонша тіпті қабырғаларым да сынған. Жанна оның қасында үнемі қорқынышпен өмір сүргенін айтты. Бір күні үйіме анам келіп, екеуміз шәй ішіп отырғанда, күйеуім жұмыстан ерте келіп қалды.
мені бөлмемізге шақырып, мынау біздің үйде атасының басын іздеп жүрме, кеткен соң әкеңді танытамын деген. Яғни бұл жерде ол оның рұқсатынсыз енесінің үйге келгенін ұнатпады. Отасқандарына 18 жыл болған әйел анасы кеткен соң тірі қалмайтынын түсініп, 2 қызын алып үйден кетіп қалған. Ол кезде Томирис мектепті аяқтаған жаста, яғни ол осындай қорқынышты ортада өскен. Ол көзін ашқалы тиран әкесін көрген. Оның түсінігінде бұл қалыпты жағдай. Еркектердің барлығы осындай дөрекі болады деп ойлаған. Жанна Томиристі адамдарды өте нәзік сезетін қыз болды. Одан керемет дипломат шығар еді дейді. Бірақ неге ол Муртазалидің қауіпті адам екенін көріп тұрып, одан қаша алмады? Өйткені оның қауіпті сезетін радарлары туған әкесінің арқасында бала кезден бұзылған болатын. 2018 жылдың 2 сәуірінде Томирис пен Муртазалидің жүргендеріне 2 жыл толды. Томирис пен Муртазали осы кешті оңаша отырып тойламақшы болды. Бірақ соңғы сәтте Муртазали: мен бос емеспін, қазір Дагестаннан ағам келеді, соны тосып алуым керек дейді. Томпи ренжігенде Муртазали оған: мен сен тұрмақ анама да, әкеме де есеп бермеймін. Сен түсінудің орнына менің миымды ашытып отырсың. Келе алмаймын дедім ғой, не болды соншама? Сенің қасыңда 24 сағат шыргөбелек айналып жүре алмаймын. Менің сенен басқа да бауырларым, отбасым, достарым бар. Егер саған ұнамаса, менімен мүлде сөйлеспе. Араласатын болсаң, өзіңді лайықты ұста, жылап сықтамай. Еркекті түсінуді үйрен. Томирис Муртазалиге былай деп жауап жазған: бұл біздің ортақ мерекеміз ғой. Басқа, бірақ дәл осы күні сенің маған көңіл бөлгеніңді қаладым. Муртуз, мен сенен мүмкін емес керемет нәрсені сұрап тұрған жоқпын. Егер сен менің жай ғана көршім болсаң, сенен ештеңе талап етпес едім. Бірақ сен менің 2 жыл жүрген жігітімсің. Мен сенен үнемі көп нәрсені қалайтын боламын деді. Кейін Муртазалидің Дагестаннан ешқандай ағасы келмегені белгілі болды. Осылайша екеуі ұрысқан күйі хабарласпай кетеді. Арада 10 күн өтті. 13 сәуір күні таңертең Томирис әдеттегідей сабаққа келді. Ол сабаққа келмесе де болар еді. Себебі барлық бағалары 5 болғандықтан оған автоматты түрде баға қойылар еді. Бір апта бойы институт бетін көрмеген Меджидов асықпай үлкен үзіліске таман келді. Ол Томиристі аңдып жүріп, 4-ші қабатта бос тұрған номері 40-33 аудиторияға алып кірді. Муртазали есікті ішінен жауып алды. Екеуі ұрыса бастайды. Есік алдында студенттерден тұратын кішігірім топ жиналып, олар ұрысты тыңдап тұрды. Томирис айқайлап: маған неге бұлай істейсің? Маған тиіспе, мен ұрма деп жатты. Болашақ дипломаттар өз дипломатиялықтарын танытты ма, екеуінің ұрысысына араша түскен жоқ. Дәл сол сәтте Томиристің соңғы шарасыздыққа толы ащы айқайы естілді. Сені жақсы көріп қалдым, енді не істеуім керек? Бір кезде орындықты лақтырып жібергендей гүрс еткен дыбыс шықты. Содан кейін тыныштық орнады. Муртазали кабинеттің есігін ашып, бірден төменге, артқы аулаға қарай жүгіре жөнелді. Дәл сол жерде 15 метрлік биіктіктен құлаған Томирис жатты. Қыз топыраққа құлаған екен. Асфальтқа құласа бірден жан тапсырар еді. Студенттердің біреуі жүгіріп келіп, күзетші ағайдан жедел жәрдем шақыруды өтінді. Күзетші жедел жәрдемге қоңырау шалып, бір студент жігіт қыз баланы терезеден итеріп жіберді, тезірек келіңіздер деген. Жедел жәрдем тобы Томиристі аурухананың жансақтау бөліміне өте ауыр халде жеткізді. Томиристің қабырғалары сынып, өкпесі жыртылып кеткен, сүйектері сынған. Бұл жаңалықтан соң шу шығып, журналистер институтқа келгенде, МГИМОның баспасөз қызметі журналистерге бұл жазатайым оқиға, қыз өзі секірген деп жариялап үлгереді. Ал институтта мыңдаған камералар болғанымен, олардың біреуі де қыздың қалай құлағанын түсірмеген. Камерада тек қыздың жерде жатқаны ғана бар. Мүмкін оларды біреу өшіріп үлгерген болар.
Ештеңе сезбеген қыздың анасы Жанна Ахметова сағат 12:53 кезінде қызына СМС жазып, өзінің сұлулық салонында отырған суретін жіберген. Томирис СМСті оқыды, бірақ жауап бермеді. Ал 2,5 сағаттан кейін суық хабар жетті. Томиристің туыстары, оқиғаға бейжай қарамаған қазақстандықтар Құдайдан тілегенімен, өкінішке орай 2018 жылдың 3 мамырында Томиристің жүрегі мәңгілікке тоқтады. Томиристің қазасынан кейін Мәскеуде қылмыстық іс қозғалды. Іс қозғалғанымен тергеуді ешкім қозғағысы келмеді. Олар Томиристі өз-өзіне қол жұмсады деді. Себебі Қазақстаннан келген студенттің жағдайы ешкімге қызықты емес еді. Жасалған сараптамалар қызды өзі секірді деген қорытындыға келді. Меджидов полиграфтан өтті. Детектор лжи Меджидов қызды итермеген деген шешім шығарды. Мажор Меджидовтың артында әкесінің лауазымы, үлкен ақша, таныс тамырлар, Дагестан мен Мәскеудің ең мықты адвокаттары тұр еді. Мұртазалиді 4 бірдей адвокат қорғап, жігіт бұл оқиғада күдікті емес, жай ғана куәгер деп танылып, қамауға алынған жоқ. Мұртазали ары қарай оқуын жалғастырып, түк болмағандай өмір сүре берді. Мәскеуден қызының денесін алып қайтқан Жанна Ахметова өмірінің мәнін жоғалтты. Тиран күйеуінен айырылысып, аяққа тұрып, қызын Мәскеуге оқуға түсіріп, енді ғана бақытты болып келе жатқан әйел осындай үлкен қайғыға душар болды. Бірақ оның екінші кенже қызы бар. Ана деген баласы үшін барлығына шыдайды емес па? Жанна Томиристің 40-нан кейін сәл де болса есін жиып ойлана бастады. Ол қызының өз еркімен өмірден қоштасуы мүмкін емес екеніне сенімді. Оны Меджидов итеріп жіберуі мүмкін екенін түсінді. Бірақ жалғыз өзі Ресей Федерациясына барып, осындай алпауыттармен, ресейлік сот жүйесімен қалай алыспақ? Оларды өз жерлерінде жеңу мүмкін емес. Яғни бүкіл ел Томирис өз-өзіне қол жұмсаған қыз деген оймен қалуы керек. Мен қайтсем де шындықтың түбіне жетемін. Ішімнен шыққан баламды жұлып алған қатыгез қайтсе де өз жазасын алу керек деп білек сыбана жұмысқа кіріседі. Мақсатына жету үшін ол барлық тетіктерді бірден баса бастайды. Алдымен Инстаграм желісінде Томиристің қазасы деген атпен парақша ашып, істің барысын ашық түрде жаза бастайды. Алғашқы тәуліктің өзінде парақшаға мыңдаған отандастарымыз тіркеліп, Жаннаны қолдайтындарын жазады. Баласы үшін күрескен анаға осындай қолдау ауадай қажет еді. Бұған жауап ретінде Меджидовтар да Инстаграмда парақша ашады. Ол жерде олар өз шындықтарын жариялай бастайды. Сөйтіп, екі отбасының арасында ақпараттық соғыс басталды. Жанна Ахметова барлық есіктерді қақты. Ресейдегі Қазақстан елшілігі, блогерлер, телебағдарламалар, сұхбаттар, Ресейдің президенті Путинге, Ресей Федерациясының тергеу комитетінің төрағасы Бастрыкинге хат жолдады. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың қабылдауына дейін жетті. Осы әрекеттерден кейін іс біртіндеп алға жылжи бастады. Ресейдің тергеу комитетінің орталық аппараты істі өз бақылауына алып, өзін-өзі өлтіруге дейін жеткізу деген бапты адам өлтіру бабына ауыстырды. Жаңа тергеушілер іс бойынша қайтадан сараптамалар тағайындады. Жаңа сараптаманы Ресейдің әділет министрлігінің сот сараптама орталығының физика-химиялық зерттеулер бөлімінің меңгерушісі Виктор Долинский жүргізді. Ол физика заңдылықтарына сүйене отырып, Томиристің терезеден құлау сәтін секундтық дәлдікпен есептеп шығып, нақты үкім шығарды. Томиристің денесінің құлау жылдамдығы абайсызда құлау немесе өздігінен секіру кезінде болатын жылдамдықпен емес, қатты жылдамдықпен шыққан. Оған арқасынан итеру арқылы қосымша екпін берілген. Оны терезеден итеріп жіберген деген қорытынды жасайды. Себебі Томиристің денесі өздігінен құлаған болса, ол екпетінен жатар еді. Ал өзі секірген адамның жарақаттары физика заңына сәйкес басқаша болады деп өз тұжырымын дәлелдеп берді. Физиканың заңын сатып ала алмайсың.
Сол сәтте Томиристің қасында бір ғана адам болды. Ол Муртазали Меджидов. Меджидов қайтадан полиграфтан өтеді. Оның қорытындысы бойынша ол қызды итерген болып шығады. МГИМОдағы бейнекамераларға қатысты мәселе тергеудегі ең күмәнді тұстардың бірі болды. Томиристің терезеден құлаған сәті таспаға түспей қалған және оның бірнеше себебі бар деп түсіндірді институттың техникалық бөлімі. Оқиға болған номері 4033 деген аудиторияның терезелері институттың ішкі ауласына қарап тұрған. Тергеудің ресми нұсқасы бойынша сырттағы камералар басқа жаққа бағытталғандықтан құлау траекториясы камераға көрінбейтін соқыр аймақта қалған. Камера қыздың тек жерде жатқан сәтін ғана тіркеген. Томиристің қорғаушылары дәліздегі камераларды тексергенде видеодан 3-4 минуттық маңызды тұстардың өшіп кеткенін анықтаған. Институттың техникалық қызметі мұны камера тек қозғалыс болғанда ғана түсіретін режимде жұмыс істеді деп түсіндірді. Томиристің анасы мен адвокаттар Муртазалидің әкесі өз байланыстарын пайдаланып, оқиғаның алғашқы сағаттарында-ақ институт басшылығы арқылы бейнежазбаларды өзгерткен болуы мүмкін деп мәлімдеді. Осылайша сараптамалар қорытындысына сәйкес 2020 жылдың шілдесінде Муртазали Меджидов адам өлтірді деген баппен СИЗО-ға жабылды. Сотқа дейінгі тергеу ісі 1 жылға созылды. 2021 жылдың мамыр айында Мәскеудің Никулинский сотында іс бойынша сот отырысы өтті. Меджидовтар отбасы сотты алқабилер шешеді деп таңдаған. Алқабилер соты деген суд присяжных. Бишімбаевтың соты естеріңізде ме? Ол сотта да қарапайым адамдардан жиналған алқабилер үкім шығарған болатын. Томиристің қорғаушылары мен анасының пікірінше сот әділетсіз өтті. Себебі Меджидовтар отбасы өз жерлерінде отыр. Судья Жаннаның сөзін қайта-қайта бөліп, жылай бергеніңізді тоқтатыңыз деп талап етті. Ал Меджидовтың адвокаттары ешқандай қысым көрген жоқ. Жанна олардың өтірік сөздеріне қарсылық білдіріп, орнында отырып айқайлағанда, судья оны залдан шығарып жіберді. Прокурорларға сөз берілмей, Меджидовтың 4 қорғаушысы 5 сағат бойы кедергісіз сөйледі. Олар Томиристің өзі секіргенін дәлелдеп әлек болды. Осының барлығын тыңдап отырған 6 адамнан тұратын алқабилер 3 сағат бойы кеңесті. Шешімді шығару үшін оларға 3 сұрақ қойылды. Қыз терезеден құлады ма деген сұраққа алқабилердің 6-ы да иә деп жауап берді. Бұны ұрыс үстінде Меджидов жасағаны дәлелденді ме деген сұраққа олардың барлығы иә деп жауап берді. Меджидов кінәлі ме деген сұраққа 6 адамның 5-еуі жоқ, кінәсі дәлелденбеді деп жауап берді. Соңында алқабилер мынандай үкім шығарды. Муртазали Меджидов кінәлі емес. Қалай сонда? Қатысы бар, бірақ кінәлі емес. Қылмыс бар, бірақ қылмыскер жоқ. Бұл нағыз абсурд. Сот Меджидов ақталсын деген үкім кесті. Ақталсын, яғни Меджидов сүттен таза, судан ақ болғаны ғой. Қаншама уақыт бойы Жанна Ахметова бостан босқа жүгіргені ма? Алқабилер не себепті Томиристі өзі секірді деген тұжырымға келді. Себебі Меджидовтың адвокаттары Томиристің телефонынан құрбысы Лаураға жазған «Мен депрессиядамын, өлуге кеттім» деген смс-ін тауып алып, көрдіңіздер ме, бұл қыз өз-өзіне қол жұмсауға бейім болған деді. Мұндай смс-ті құрбымызға қайсымыз жазбаймыз? Жас қыз оны қалжың түрінде жазғаны анық қой. Алқабилер ұстанған екінші тұжырым институттың аудиториясынан тек қыздың айқайлаған дауысы шықты, ал Муртазали ерлікпен үндемей тұрды, яғни ол өз-өзін ұстай алатын ұстамды жігіт. Олар ұстанған үшінші тұжырым сарапшы Долинский ғимараттың төменгі қабатындағы козыректі ескермеді. Томирис құлап бара жатып аяғымен соған соғылып, ұшу траекториясы өзгерген деді. Яғни олардың ойынша Томирис өзі секірген. Осылайша Муртазали сот залынан бірден үйге қайтарылып, мажорлар отбасы жеңісті тойлады. Жанна Ахметова үшін бұл ауыр соққы болды. Әділеттілік бұл дүниеде ешқашан орнамайтынын
түсінді. Бірақ Жанна шегінерге жол жоқ, артымызда Мәскеу деді емес па? Егер Ресей соты әділдікті орнатпаса, мен бұл іске Қазақстан тарапын халықаралық деңгейді араластыра отырып, Ресей сотының шешімін бұзғызамын дейді. Сөйтіп ол тағы да әрекетке көшеді. Қайтадан есіктерді қағып, хаттар жазып, кездесулерге бара бастайды. Бұл аралықта Меджидов оқуын аяқтап, армияға барып келіп үлгерді. Аққа құдай жақ демекші, Жаннаның қуанышына орай Мұртазалидің әкесі Мұхтар Меджидов 2020 жылдың наурыз айында Мәскеуде ұсталып, қамауға алынды. Ол Ресей Федерациясының қорғаныс министрлігінен 108 миллион рубль жымқыруға қатысты аса ірі мөлшердегі алаяқтық жасады деген айыппен тұтқындалды. 2022 жылдың желтоқсанында Мәскеудің соты оны 5 жылға жалпы режимдегі колонияға бас бостандығынан айыруға үкім кесті. 4 жылға созылған күрес нәтижесінде Томиристің анасы мүмкін емес нәрсеге қол жеткізді. Мәскеу қалалық соты Меджидовты ақтау үкімінің күшін толық жойды. Әкесі қамауға алынғаннан кейін бірнеше ай өткен соң, яғни 2020 жылдың маусымында Мәскеуде Томирис Байсафаның өліміне қатысты іс бойынша оның ұлы Муртазали Меджидов та ұсталды. Оның үстіне іс Меджидовтардың ықпалы жүріп тұрған Никулин сотынан Измайлов сотына ауыстырылды. 2022 жылдың 24 маусымында жаңа сот болып, жаңа үкім оқылды. Алқабилердің жаңа құрамы Муртазали Меджидовты адам өлтіру қылмысы бойынша кінәлі деп танып, ешқандай жеңілдікке лайық емес деп шешті. Жоғары лауазымды шенеуліктің ұлы, ешкімнің тісі батпайтын мажор қатаң режимдегі колонияға 12 жылға сотталды. Жанна Ахметова алпауыт жүйеге, миллиондаған ақша мен ықпалды билікке жалғыз өзі қарсы тұрып, қызының таза есімін ақтап шықты. Бұл ана махаббатының кез келген тосқауылдан күшті екенінің нақты дәлелі. Томирис өмірден ерте кетті, бірақ оның артында қалған ащы шындық пен анасы Жанна Ахметованың жанқиярлық күресі бүгінгі қоғам үшін үлкен сабақ. Бұл қасіретті оқиғадан әрбір бойжеткен мынадай маңызды сабақ алуы тиіс. Егер жаныңыздағы адам сізді қолдаудың орнына еркіндігіңізді шектеп, өміріңізді тозаққа айналдырса, еш ойланбастан бұрылып кете беріңіз. Себебі өмір бір-ақ рет беріледі. Алғашқы психологиялық қысым, қызғаныш пен дөрекілік байқалған сәтте-ақ бұл қауіптің белгісі екенін түсіну маңызды. Осы ретте әкелерге айтатын үлкен өтінішім бар. Қызыңыз осындай дөрекі адамды таңдамасын десеңіз, ең алдымен өзіңіз түзеліп, әйелдер, қыздар қауымын сыйлаңыз, аялаңыз. Осындай үлгіні көріп өскен қыз дөрекі жігіттен қашатын болады. Және ең соңғы қорытынды, әділеттілік үшін күресуге болады. Қандай қиындық болса да, шындық үшін соңына дейін бару керек. Шындық ешқашан суға батпайды. Құрметті тыңдарман, бүгінгі подкаст сізге қандай ой салды? Өз ойыңызды міндетті түрде жазып кетіңіз. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Келесі шығарылымда кездескенше аман сау болыңыздар.